Жаңатас қаласы негізінде таудың ортасында тұрады. Яғни біздің халықтың қадағалауы бойынша жел жаңағы шаңды әкетіп, түтінді әкетеді, қаланың ішіне әкеліп соғады. Одан басқа жаңағы айналып келіп тұрған ол мысалы Семен-Зауыты қайда болса да желдің ықпалымен келеді да қаланы түгел қала халқын улайды. Мынау Сарысу ауданының Жаңатас қаласы көп нәрседе экологиялық жағдайға тап болады. Яғни біздің Сарысу ауданының мынау Жаңатас халқының несі негізінде екінші тізімге ілінеді. Ол екінші тізім деген сөз 12,5 жыл істеп, 55-те неге кету керек, пенсиясына кету керек еді. Бірақ қазір мынау инвесторлар келгелі бері, Совет одағы құлағынан бері қарай, ол жойылып кетті. Оның әсері қандай еді? Қазір түгел халықтың, мысалы біздің әйелдердің көбісі істеген жұмысынан соның 90% ақсайды. Сол радиацияның кесірінен. Өйткені біздің аудан экологиялық жағдайда радиацияның нормадан артық екені көрсетілген. Яғни сол жағдайдың бәрін қазір үкімет оған қараған жоқ, инвесторлар білгенін істеп жатыр, халық өзінің дойлысын аламай жатыр. Екінші жағдай мынау Семен заводы. Баяғыда біз Семен заводын саларда қарсылық білдіргенбіз, бірақ сол кездің әкімі мәді келіп, ешқандай технология тамаша, ешқандай шаң болмайды деп соқмын. Соның салдарында біз 2 жыл соғыстық, ақырында халықтың Семен шаңын тұтқан үшін сотқа беріліп, сот тоқтатқан болатын. Енді қазір қайтадан Семен заводы қайтадан салды. Ол мынау қаладан қашық емес, мысалы 3 километрден біреуін 1 километр дейді, оның несі. Бірақ термин бойынша мынандай не бар бізді оқытқаны. Термин защитный зона дейді. Яғни защитный зонада, яғни сол заводты обслуживать ететін адамдар жұмыс дейді. Олар негізгі защитный средствомен, яғни респиратор, не соларменен не қылады. Ал населенный пункті болса, халық ондай немен обеспечить етілмеген. Сондықтан Семен заводы қай жерде болғанменен ол халыққа, яғни тұрғын халықтарға өте қашық болу керек. Мысалы үшін мен мысал келтірейін. Мысалы Аралдың тұзы ол Канадаға төгілген. Ол қайдып төгілді. Ол әшейін тұз емес, ол тозаң. Ауымен бірдей массасы бар тозаң. Ол ақырында кіреді. Ал енді 3 километр, әкімнің айту бойынша 3 километр дейді. Ол 3 километр ішнесі емес. Өйткені тозаң көтеріледі, ол көрінбейді, халық соменен демалады. Сондықтан жаңағы Семен заводын салатын адамдар дұрыс емес жоспарлаған. Ол жоспарды бұзып, Семен заводы халықтан население пункттан құрғанда 20 километр қашықта болу керек. Ол жоспарланды дейді, ол жоспарланған немес, біз қоғамдық халықпен кездесіп, 4 мәрте кездестік. 4-інде де халық қолдаған жоқ. Бірақ соған қарамай, Семен заводы әлі соғылмақшы. Яғни оборудованиесі өз жерде білмейміз, пеш па, жоқ, цементті майдалатын не ба, жатыр орында. Сондықтан светке, напряжениеге порталын неге материалдар әкеліп қойған. Негізінде қазіргі біздің жағдайымыз бойынша президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың айту бойынша бірінші халықтың жағдайы экологиялық жағдай. Экологиялық бірінші мәселе не болу керек. Сондықтан біз Жаңатастың халқы, яғни жаңағы өзім айтқандай 4 мәрте жиналған қоғамдық, оны соқтықсыз жүріп келмейді. Бұл өйткені қаладан құрғанда 20 километр қашықта болу керек деп есептеймін.
Жамбыл облысының әкімінің орынбасары Календаров мырзаның Сарысу ауданының азаматтарына қоғам белсенділеріне берген жауабы бізді қанағаттандырмайды. Өйткені әсіресе біз цемент завод туралы халықтың мүддесін, ашу ызасын жеткізу арқылы қаншама рет сөз мәселе көтердік. Бәрінде де біздің айтқан мәселеміз халықтың игілігіне аспай, аудан, облыс басшыларының табанының таптауында қалып қалып отыр. Өйткені бұл жерде халық бар, өмір сүріп отқан халықтың бала-шағасы бар. Біз бір күндікпен өмір сүрмеуіміз керек қой. Цемент заводы ертең ол мәңгілік болып қалуы мүмкін. Одан келетін зиян бізге, келешек ұрпаққа, ол біздің қаншамалықты зиян болатыны, одан қаншалықты зиян шегетініміз, қаншама ауру болатыны, басқа да зиянды мәселелері бізге көп қасірет әкелуі мүмкін. Сондықтан цемент заводы салушылар біз 70 000 тонна көмір жағамыз дейді. Оның шаңы қайда, тозаңы қайда, газы қайда, одан көмірмен қоса шығатын неше түрлі улы қоспалар қаяққа кетеді. Ауаға тарамағандық ол жердің астына кіріп кетпейді ғой. Ал тараған шаң, тозаң, улы газдар, басқа да зиянды элементтер. Ол бізде жел постоянно бір бағытта бола бермейді ғой. Бірде шығыстан, бірде батыстан, бірде оңтүстіктен, ал енді бірде тымырсық ауа болуы мүмкін, қыстың күндері тұмандығын болуы мүмкін. Осы кезде көтерілген шаң қаяққа барады. Қазаншұңқыр осы Жаңатас қаласының ішінде қалады. Сондықтан біз осы мәселетін туралы бір емес бірнеше рет көтергеннен ешқандай мәлімет бізді қанағаттандырарлық алып отырған жоқпыз. Бұл цемент заводы ол әкелетін пайдасынан бөлек зияны көп болып тұр ғой. Сол үшін халық шырылдап жатыр. Бұл цемент заводы жерді уландырып жатсын, оның халқын уландырып жатсын. Одан басқа сол цемент заводы салынып жатқан территориядағы ертең мал жайылатын шөптерге де әсерін етпей ме? Одан бөлек оны жарып жатқан шаң тозаң қаяққа кетеді. Бәрі сол Қазаншұңқырға келеді. Енді осыдан бөлек бұл азамат біз ертеңді ойлауымыз керек. Президент айтып отыр, сендер қоғаммен бірінші тыңдап келісіңдер деп отыр. Қоғам деген бізде мәселені ешкім көтеріп отырған жоқ. Шырылдап кім көтеріп отыр? Халық белсендісі. Ол кім үшін керек? Бұлардың айтқан сөзі келешек ұрпақ үшін. Сондықтан бірлі жарым мына жалған мағлұматтарға біз қарсымыз. Осы туралы мен өз ойымды айтып отырмын. Как азамат ретінде, осы Жаңатас қаласының тұрғыны ретінде, ауданның қоғам белсендісі ретінде. Құрметті Жаңатас тұрғындары, біздің қолымызға Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасарының жауап хаты келіп түсті. 25 сәуірде жолдаған. Сол сәуірде бұлай деп жазған екен. Қазцемент Трайтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бастап атқан цемент зауытының құрылысын салу жобалары іске асырылуы жоспарланған деп. Ал негізі ол завод жоспарланған емес, салынып жатыр. Менің артында да көріп тұрсыздар. Заводтың салынып атқаны. Осы завод туралы біз Жаңатас қаласының тұрғындары 5 рет жиын өткіздік. Оның 2 рет үлкен аудандық неде болды, жаңағы мәдениет сарайында болды. Облыстық экология, облыстық әкімшілік, жергілікті әкімшілік тұрғылықты халықтармен өтті. Қоғамдық тыңдау деп аталады. Қоғамдық тыңдауда
2 рет үлкен залдарда, 3 рет былай келісу малый залдарда болды. Халық тарапынан қарсылыққа душар болды, қарсылық күтілді. Енді айтқанда бұл жерде цемент заводы келешек ұрпаққа зияны бар. Қалаға өте тақау салынып жатыр. Араға шықтық, где-то бір 2 километрдей ғана болады, бірақ тау аңғарына салынып жатыр. Ол кісілер мынау айтады, роза ветров дегенді есепке алмайды. Бұл қазақ жерінде желдің соғатын орындары болады. Мысалы, Тараз қаласының маңында Берікқара деген желдің өті бар. Біздің Сарысуда Арыстан Қарабасты деген желдің өті бар. Ол сонау бастауы, сонау әлгі Төрткүл жағынан басталып, Байқадам елді мекенінен аяқталады. Арыстан Қарабасты деген. Тағы да бұлардың салып атқан жері тау, мынау Ақбұлақ деген бұлақтың үстінен салып атыр. Ол жел біздің қала Шұңқырда орналасқан, сол қалаға айдап апарады. Естуімізше 75.000 тонна Кеміровтің көмірін жағады екен. Басқа да цемент заводына химиялық элементтер қосылады. Осы шаң тозаңның бәрі айналып келгенде қанша фильтр қойса да көрдік. Бұрынғы заводтың қандай фильтр қойғанын, ол біздің Шұңқырдағы Жаңатас қаласына барып үстіне құйылады. Сол себепте жаңағы қарсылыққа тап болып жатыр цемент заводы. Халықтың инвестиция келуіне қарсылығы жоқ. Бірақ президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, бірінші халықтың денсаулығы керек. Соны ойлай ол кісі экология мәселесін көп назарға алады. Қоғамдық жиналыс өткізіп халықпен келіс дейді. Біздің әкімшіліктерге әкімшілік халықпен келіспейді. Оларға жоғары жаққа ақпарат керек. Мен инвестор әкелдім. Менің аудандық бюджетіме осыншама бюджетке қаржы түсті дейді. Оның әрі қарай өсуіне жол ашылады. Осынша процент көтердім, осынша қызмет қылдым деген. Ал халықты ойлап атқан ешкім жоқ. Біз мен өзі қоғамдық кеңестің резерв мүшесімін. Әлеуметтік әділ даму қозғалысының да мүшесімін. Сіздер кешіріңіздер, бір адам халық атынан сөйлеуді деген. Оны сөйлеп атқаным қаншама қоғамдық, 5 қоғамдық жиналыс өтіп, бір нәтиже болмай, бүгін облыс әкімінің мынау құрылыс салу жобалары іске асырылу жоспарланған деген өтірігіне шыдай алмадым. Негізі бұл құрылыс салынып жатыр. Міне, осыны айтайын деп сіздерге. Қазір құрылысты көрсетемін. Қай жер қалай салынып жатыр. Мысалы, ветровой станция Қытай Халық Республикасы қанша жылдар тексеріп, Розоветровта тексеріп бар ветровой станция салды. Бұлар болса сол ветровой станцияның астынан салып жатыр. Есепке алмай, халыққа зиянын есепке алмай жатыр. Бұлардың ойлағаны инвестицияның ақшасы қызықтырып атқаны, бюджетке түседі деп. Өзінің өсу мақсаты осынша жұмыс істедім деген. Халықпен санаспайды. Мынау менің қолымдағы кітап «Радиация, дозы, эффекты, риски» дейді. Бұл Организация Объединенных Наций дейді. Мынау Құрама Штат жағындағы, сояқта 90-шы жылы шыққан кітап.
мынау біздің Қазақстан бойынша Сарысу ауданы радиациялық қауіпті аймаққа жатады. Бұл жерде цемент заводы салмақ түгілі строй материалға құрылыс нелеріне материал алуға болмайды. Ал енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне цемент заводтың құрылысы басталып қойды. Соны көрсетейін деп сіздерге. Халыққа өтіп айтып жатыр. Құрылыстарын жалғастырып жатыр. Бұл кәсіпкерлерге ұсыныс айтылды. Оның инвестициясынан әкімшілікке халық қарсы болып отқан жоқ. Заводты басқа өңірден сал, халыққа зиян тимесін деген ұсыныс айтылды. Бірақ қарасаңыз, бұлар өздерінің шығынын азайту үшін мынау тұрған жерде, міне 100 метр жерде карьері тұр, мынау жолы тұр, мынау светі тұр. Ол өз пайдасын ойлап жатыр, халықты ойлап жатқан жоқ. Оның ар жағында кәдімгі мынау ветровая станция қытайлықтар берген, көмекке берген инвестицияның арқасында Ақбұлақтың басына бір бассейн салды. Ол ертең мынаның үстінде взрыв болса, Ақбұлақтың үстінде взрыв болса, оның суын тоқтамаусына кім кепілдік береді? Оның суына зиянды заттар барады, халықты оған шомылдырады. Оны қалай түсінеміз? Көп айтқаннан бір көрген абзал болады. Келіп көрулеріңізге болады. Бұның бәрі бір ғана менің басыма ғана емес, бүкіл халық үшін сөйлеп отырмыз ғой, сіздер үшін. Ертең зиян шегіледі. Оның сорақысы соншалықты. Бұлар есепке алмай отыр. Жаңатас халқының тұрғынының сумен қамтамасыз етіп атқан мына қырдың астында Қарасай деген насосный станция бар. Содан өтетін 500-лік турба мына өтіп атыр астынан. Ертең ол темір турба. Ол шірімеске кім кепілдік береді? Ол шіріге смешение болады. Мынаны химиялық элементі не қылады? Сонда не болғанымыз? Ол қауіпті ғой. Сонда айту керек. Жители Сарасузского района недовольны ответами властей о запросе о строительстве цементного завода. Жители против строительства цементного завода. Он вредный. Наш Сарасузский район находится в зоне в опасной зоне. Второй вопрос. Отвечает, что молочный завод работает. Никакого молочного завода не работает, никаких цехов нету. Вот только здание, это контора, и все, больше ничего нету. Құрметті мынау облыстық әкімдікке, құрметті аудан әкімдігіне, құрметті қала әкімдігіне. Бүгінгі мынау менің айтып тұрған жағдай, мен мынау өзімді таныстырып өтейін. Мен қоғамдық кеңесінің мүшесімін. Атым Жақсылық. Бүгінгі келіп тұрған мынау жағдайымыз мерде құрылыс жайлы, бұл Жаңатаста. Күні кеше ғана референдум өткіздік. Халық үкіметке, әсіресе президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевқа үлкен үміт артып, кешегі референдумға ат салысып, соған үлкен үміт күтіп, халық барып дауыстарын берді. Бүгінгі келген жағдайымыз осы халықтардың мұқтажымен мына қазіргі істеліп жатқан бассыздық, мына әрекеттерге, мына құрылыс жөнінде мерді көріп тұрғаныңызда құрылыс жүріп жатыр, торговый развлекательный комплекс дейді. Бұл жерде ешқандай құрылыстың сынып жөндегі әр уақытта нормативтердің ешқайсысы сақталмаған. Мәселен оның бірі ең грубейший несі мына красный линияға салынып жатыр. Осы красный линия туралы
мынау жоғарғы үкіметтен бәрінен нұсқаулар келіп, мұндай салынбасын деген нұсқаулар бар. Оған қарамастан, мынау жергілікті жердің әкімдігі мұнда бұл жайларды көңіл аударатын түрі жоқ. Өйткені бұл жерде әкеліп бірнеше рет көрсетті, құрылыс басталмасын, тоқтатсын. Мәселенке простой ненің өзін алған кезде мұны канализацияның үстінен салып жатқан құрылыс. Біріншіден, канализация тұпа-тұра фундаментінің астында тұр. Екінші, мынау үйлерге арақашықтық сақталмаған, арақашықтық әргесі 2 метр, 3 метр мынау 5 этажды үйлердің жанында тұр. Бұл жерде бала шаға, ауру адамдар мынау балконнан еш уақытта шығамайды, терезесін ашамайды. Бұл жерде шум, әр уақытта жайсыздық, жайттар болады. Соның бәрін ертеңгі жерде адамдар, тұрғындар қалай нағылады. Біріншіден, екіншіден, балалардың ойнайтын жерде жоқ burada. Сол жерлерін бәрін қамтып, осы жаңатасы бұл бірінші емес. Бұл жаңатасының ішінің бәрін қаптағаны осындай құрылыстар қаптап кетті. Қаптап кеткенін айтайын, бұл жердегі мынау бірінші микрорайонға бәрі құмар болды. Басқа микрорайондарда мәселенке забор құрып жатыр, забор құрып тастап жатыр, жекеменшік үйлер қала арасына кіріп кетіп салынып жатыр. Мәселен бәрі осында. Мен мынау жоғарына коррупция әділдеріне айтарым. Егерде сіздер байығыларыңыз кесе, қалталарыңызға мол ақша таптыңыз кесе, Жаңатасқа келдіңіздер. Өйткені бұл Жаңатаста жөнсіз салынып жатқан құрылыстар тола. Солардың әрқайсынан ақша алсаңыздар, сіздерге ақша жеткілікті болады деп ойлаймын. Екіншіден айтарым, егерде қалтаңызда ақша болатын болса, басқа облыстан неден Жаңатасқа келіп үй алсаңыздар, есіңіздің алдына мола салып беруге де рұқсат береді бұл Жаңатастың. Мен Гаски деген жер бар екен, сол Гаски деген ба? Гаски ма? Гаски. Иә, Гаски деген. Есің алдына мола салып беруге де рұқсат беретін түрі бар. Міне осында жайттың бәрін айта кетейін деп отырмын. Бұл қашанғы тоқтайды? Тоқтау бола ма? Болмай ма? Мәселен кейін мына жерде тағы мұндан әрмен қарай тағы да мына жайлар салынып қойған. Олар да канализацияның үстінде тұр. Ұзын сөзін қысқасын айтқанда, красный линияға еш уақытта кіруге болмайды. Красный линияның астында канализация жатады, электропроводтар жатады, водопроводтар жатады, сосын мынау турба отопленияның турбалары жатады. Ондайға қарау жоқ. Ол қарамайтын себебі бұларға аяқтың көзі жұмып, қол қойып бергеннен кейін біз бәрін ойлаймыз. Мұның бәрінің артында ақша тұр деп ойлаймыз. Бұл уақытша келген, уақытша істейтін адамдардың істеп жатқан мәселелері. Мені осыны естеріңіз. Мені Жаңатас тұрғындарының қазір өте өкпе назының көбі осы келіп айтып жатыр бізге. Айтқанмен не пайда? Бұл сөз жоғарыға жетпей жатыр, кетпей жатыр. Белден басып істеліп жатқан тірліктердің бәрі осы біздің Жаңатаста. Көбінесе сіздердің көңілдеріңізді аудара кетейін. Мынау құрметті облыс әкімі, бірінші облыс әкімі мырза, осыған көп назар аударсаңыз екен. Анаяқтан тексерудің бәрін Гаскіні ма, бәрін тексерулері жіберіңіздер, Жаңатасқа келсін, біз жағырлап қолынан жетектеп жүріп, бәрін көрсетеміз. Заңсыздық бұл жерде 100% заңсыздықпен істеліп жатқан құрылыстар қаптап жатыр. Мәселен кей осы соның бірі, міне алдарыңызға қазір көрсетіп тұрған құрылыс жоспары. Мені осыны айтайық деп отырмыз, сол құлақтарыңызға жетсе екен, енсе екен дейміз. Мынау көріп тұрған мазарды осыдан 3 жыл бұрын ешкімнен рұқсат алмастан меценат Майлыбаев, Асаубай дейтін 4 мәрте облыстық депутат болған адам сол ешкімнен рұқсат алмастан әкеп тұрып 92 жыл бұрын қайтыс болған Адиловтың өлігі деп белгісіз өлікті әкеліп қойған осы жерге. Одан кейін бұл октябрь айында болатын 19 жылы. 20 жылы көктемде коронавирустың нағыз қайнап атқан кезінде
Тараздан Жақсылықбай Тәжібаевтың өлігін әкеп қойып отыр. Бұл да ешқандай ұқсатқа алынбаған. Бірақтан бұл енді өзінің кәдімгі баласы президенттің аппаратында істеген, бұның қолында кәдімгі Құдайдан басқа күштің бәрі осының қолында болғаннан кейін бұл жерден Жағалбайлы руына пантеон соғам деп ой болған бұндағы қызметі. Бірақ бүкіл Байқадам өңірінің ағайындары қарсы болып, содан бері мінекейдік сотпен алысып атқан жайымыз бар. 2 мәрте Жамбылдық қалалық эконом соттың шешімімен жаңағы мынаны заңсыз деп табылды. Одан кейін оның апелляциямен кеше ғана осы буквально сәуір айында Жамбыл облыстық сотының апелляциясымен берген апелляциясын заңсыз деп тауып, мінекейді осы күннен бастап күз ол 18 сәуір күні шыққан соттың үкімінде, бұл үкімінде жаңағы соттың шешімі шыққан күннен бастап бұл күшіне кіреді деген несі бардың. Бірақтан аудан әкімі Марат Сұлтанғалиев неге екенін қайдам осыған ешқандай шешім қабылдамай отыр. Просто отпискамен отқан нәрсе. Әйтпесе бұл уақытын көрсетіп, мына өлікті осы жерден алатын хабарлама бердіп арыз жазғанмында, бірақ соның өзін ешқандай орындамай отыр қазір. Бұнымен бірге қазір біз күнбөгін Разақ Нәлзия деген мәжілістің депутаты осымен кәдімгі ген прокуратура мен жоғарғы сотқа ол да кәдімгі қағазын түсірген. Сонымен қазір бейтараптап отырмыз бәрі түгел неғаннан кейін. Бірақтан бұл жердегі Майлыбаевтың менің аудан әкімнен ұқсатым бар, басқа деген сөздің бәрі өтірік, бекер. Жаңағы Жақсылық деген әкім бегенде мына жерден кәдімгі бұны мемориалдық кешен деп не шыққан, үкім шыққан. Бірақ мемориалдық кешеннің ішінен мынау 2 өлікке тағы да бұл Майлыбаевтың күшімен неғаннан кейін игілік округының жаңағы Майлыбаев пен Жақсылықтың екеуінің несімен мына жерден 0,24 сотық жерді мынаған бөліп ішінен кәдімгі үй салып жаңағы мынаған өліп қанағып берген болатын. Бірақ бұның бәрі түгел айналып келгенде заңсыз деп табылып отыр. Бұның ең бір қиямет нәрсесінің бәрін түгел мынау кімдің Адыловтың өлігін, бұл Адыловтың өлігі емес. Ол жаңағы шу бойында мыңдаған адам жатқан жер. Өйткені арқаның адамдары бер қарай қыстауға келіп атқан, біздің елдің адамдары арқаға жайлауға кетіп атқан. Ол жерде жаңғыз бұл емес. Тіпті баяғы 37 жылғы Карлақтың адамдары жатыр ол жердің несінде. Ол жерде өлік бір емес, мыңдаған өлік жатыр. Ал сол мыңдаған өліктің ішінен 92 жылдан кейін барып, мына Майлыбаевтың, мына Адыловтың өлігі, бұл Адылов кәдімгі мемлекет қайраткері, өзінің айтқанымен, ол мемлекет қайраткер емес. Бұл шу бойына мына Қызылордадан қашып келе жатып, шу бойында қызыл әскер қуып келеді, сол жерде атысты, содан кейін қайтыс болған. Ал енді 92 жылдан кейін барып Майлыбаевтың мына өлікті әкеп отқаны, бұл біреудің өлігі. Ол мүмкін менің бабамның өлігі болуы ықтимал. Бүкіл Жезқазғанда жатқан адамдардың өлігі болуы ықтимал. Оны Майлыбаевтың өлігі деп әкеп, жаңағы Майлыбаевтың Адыловтың өлігі деп қою деген нәрсе, бұл тіпті мемлекеттік заңға да сәйкес емес. Тіпті біздің діни мұсылмандығымызға да жататын нәрсе емес, оның бәрі түгел ол. Бұны бүкіл резонанс соншалықты қазір бүкіл діни басқарманың бәрі біледі. Бүкіл Қазақстанның ген прокурордан бастап кәдімгі Верховный сотына дейін біледі, бірақ қалай екенін қайдам, осыған мына біздің жаңағы әкіміміз Марат Сұлтанғалиевтің кәдімгі дәрменсіздік істеп отқаны. Өйткені бұл жердегі нәрсенің бәрі түгел айдалып келгенде Майлыбаевтан не бір дүниялық қойған деп есептеймін мен, әйтпесе бұған ол бір шара қолдануға міндетті. Мынаның стройкасын салып атқанда, Жамбыл қалалық эконом соттың үкімімен мынаның несі тоқтатсын деген шешімі бартын соттың. Бір емес, 2 шешім шығарды. Соған келіп, жаңағы біздің Сұлтанғалиев әкіміміз ойбай соға беріңдерді, осының бәрі сондай нәрсе. Сонда бұл мемлекеттің сот жүйесінің берген шешімін орындамайтын бұл қандай әкім? Бұл қандай Майлыбаевтың мықтылығы соншалықты? Әне күні осы телеканалдан келіп бергенде
Майлыбаев телевизорға неғаннан кейін бүкіл елдің көзінше менің аудан әкімінен рұқсатым бар дейді. Қандай рұқсат? Неге көрсетілмейді бір қағазға оның бәрі түгел ол? Бұл біздің қазіргі неміздегі нәрсе, біздің мемлекетіміздің заңын сыйламай отқан нәрсе. Бұл мемлекетіміздің біздің кәдімгі қазақтың мұсылман дінін сыйламай отқан нәрсе бұның бәрі түгел ол. Сонда бір адамға бола біз осындай мемлекет қайраткері деп жазған, мемлекет қайраткері деген жазу тұр. Бұл қаяқтың мемлекеттің қайраткері? Қай жерде оның несі бар екен? Соны дәлелдеп беруге мүмкіндігі болса, дәлелдеп берсін де оның бәрі түгел. Менің кәдімгі сұрайтын нәрсем, айналайын Сұлтанғалиев, сенен сұрайтын нәрсем, сен өкіметтің, соттың шешімін орындауға міндеттісің, әкім болмақты құдай болсаң да. Бірақ соны орындамай отқаннан кейін, мен ертең қазіргі немен құдай қаласа, мен қазір Верховный сотқа барып, мен мына одан келгеннен кейін Сұлтанғалиев сотқа беруім керек, Майлыбаевпен екеуінің бәрі түгел. Бұл өлікпен ойнаған адамның оңғаны көрген емеспіз ақсақалдар. Айналайын ағайындар. Дәл осы жолдың бойында мына жібек жол дейді, мына трассаның бойы былай кететін. Осы жерден дәл бүгінгі дейін 8 адам қайтыс болды. 6 адам осы Байқадамның тұрғындары кәдімгі жүре алмай немен жүр қазір. Төсек тартып жатыр. Сонда не болғанымыз біздің бәрі түгел. Айналайын, тіпті мына Құмкенттің бір топ семьясымен 5 адам бір мәшінемен келіп бәрі қайтыс болды жүріне ғана кейін. Сонда бұл әруақпен ойнаған адамның қай оңғандығы бәрі түгел енді. Осы жерден жаңағы мына біздің Сейітқадыр бүкіл таксистердің несімен жиналып, мына жерден барып бір құдай мал сойып құдай берді ғана кейін. Ең болса айналайын мына өлік тоқтасын деді. Бұл өліктің әдісі тоқтайтын түрі жоқ. Бұл әлде болса кетеді бұның бәрі. Мына өлік алынбай, бұл өлік тоқтамайды. Кеше буквально осыдан бір апта бұрын Жайылманың мына жерден келіп, дәл осы жолдың бойында Жайылманың бір жігіті қайтыс болды. Сонда бұл өлікті тоқтату үшін не істеу керек? Бұл өлікті тоқтату үшін әруақпен ойналмау керек. Мынау Адылов деп әкелген өліктің орнына, өзінің орнына барып жату керек ол. Бұл өлік қана емес, бұл мемориалдық кешен. Сол үшін бұл елмен ойнағанын қою керек Майлыбаев. Майлыбаевтың қасындағы кәдімгі жүрген соның жаңағы сұрқылтайлары. Менің айтайын деген нәрсем, бұл егерде мына жерден мына өлік алынбаса, ол өлік қайткенде де әруақ. Әруақпен ойнаған адамның оңғанын көрген емеспін. Бірақтан мына жерден өлік тоқтамайды. Сол үшін кім жаңағы біздің әкіміміз Сұлтанғалиевтің бұл әруақпен ойнамасын, оның бәрі қайткен күнде де өкіметтің жаңағы неғған соттың шешімін орындауға міндетті ол. Орындайды деп мен сенемін әлде болса неғана кейін. Ал егерде сенбеймін ба, неғылмайтын болса, бұл Майлыбаевтың кәдімгі жаңағы бұл да күшігі деп есептеймін жаңағы Майлыбаевтың. Өйткені осы жерде неше түрлі күшіктері жүр ғой, сандалып бәрі түгел неғана кейін. Бірақ жалпы мына жердегі өлік қана емес, бұл мемориалдық кешен. Бұл мемориалдық кешен болып қалу керек оның бәрі түгел. Ал енді мынаны өлік қана қылған, ол өндеген нәрсе оның бәрі заңсыздығын, ол енді өкіметтің несі кеше соттың шешімін орындамаса, енді білмеймін кімнің шешімін орындайды екенін бәрі түгел. Құрметті ағайындар, мынау
біздің Саудагент пенен өндіріс ауылының күн көріп отырған жері. Bu yerде 5600 гектар не бар екен, жайылымдық жер. Оны инвестор келіп, дұрыс, инвестордың келгені жақсы, бірақ ол өзінің баратын жеріне бару керек қой. Ал енді мына күн көріп отырған елдің жерінің 2000 гектарын алып қоймақ. Сонда мынау Саудагент ауылынан 400 сиыр шығады. Өндіріс ауылынан 300 сиыр шығады. Ал әр сиырдың басына 8 гектардан жер керек екен. Ал енді 3 қора қой шығады. Әр қойға 2 гектардан жер керек екен жыл өрігі. Ал енді осы жер қысы жазы осы Саудагентпенен өндірістің күн көріп отырған жері. Айналайын ағайын-ау, оның 2000 гектарын инвестор алып қоятын болса, сонда мына ел қаяққа қаңғырмақ. 10 қойменен әрқайсысы әр неден 10 қойдан шыққанда үйден қаншама 5000 халық тұрады Саудагентте. Өндірісте 1600 халық тұрады. Бәрінің күн көріп отырғаны осы 5600 гектар жер. Оның 2000 гектарын ақ қоятын болса, өздеріңіз ойлаңыздар, тіпті қиянат емес пе халыққа. Ал енді әне күні халықпенен кездесу өткізу керек еді аудан әкімі. 31 мамыр не өткізетін уақытта, жаңа Құран оқитын уақытта аудан әкімі өзіне қарасты жаңағы аппаратын ертіп келді де 3 адам менен ғана кездесу өткізді. Ал енді сол кездесуде 250 адам қол қойып берген арыз бар тоғын. Сол арызды сол 2 адамның келісіміменен жыртты. Біздің ең қателігіміз соны түсіріп алмаппыз. Қалай жыртқанын, қалай болғанын. Бірақ оны енді жоққа шығара алмайды әкімнің өзі. Айналайын ағайын, айналайын инвестор, сен халықтың қарғысына қама, бұл жерде жаңағы 5600 гектар жерді 2000 гектарын сен алсаң, қалған ел негін көреді. Мен жалпы жылқыны айтпағанда, бұл жылқының есебі жоқ. Кімнің үйінен қанша жылқы шығып атқанын ешкім білмейді. Тошын есебі жоқ. Ал енді мен тошыны білетінім сиыр менен қойдың есебін білем. Өздеріңіз есептеңіздер, әр қойға 3 гектардан жер керек болғанда, сиырға 8 гектар жер керек болғанда, бұл ел қайқа көшеді. Вертолетпенен апарып басқа жаққа жайып әкелеме, не қылады? Түсінбедім. Біздің аудан әкімінің ойы қандай, мақсаты қандай, білмедім. Енді осыны енді түсіндіріп, не қылып сөйлесейік десек, қашат, келмейді. Халықпенен кездесуден қашат ешқандай. Өзінің жаңағы аппаратыменен, жаңағы ардагерлер кеңесінің 1-2 адамын алып алады да, жаңағы бәр болды менен кетеді. Білмедім енді. Халық қазір көтерілуге дайын отыр. Осы жер үшін, бір тұтам жер үшін халық осы ашынып отыр. Ей ағайындар, қойыңдар бұл нені. Мына өтіп атқан сиырды көріп атсыздар, міне қазір өзі қараңыздар. Кәдімгі еңкейетін жері жоқ. Шөп жоқ. Осыған шөпті тауып бере алмай отырған уақытта, ал енді білмедім. Ал енді дұрыс шығар бәрді, ауданның несін инвестициялық несін жақсарту дұрыс шығар, оған біз қарсы емеспіз, бірақ басқа жерлерде жер жетеді ғой. Ал енді осы аудан әкімі келіп, бүткіл халықпенен кездесу неге өткізбейді? Ешқандай кездесуден қашады. Өзіне қажетті бір 3-4 адамды шақырып алады да, біз қоғамдық не өткіздік дейді. Айналайын-ау, қоғамдық не дегенде халық жиналу керек емес па, көру керек емес па? Ал енді түсінбедім. Бұл аудан әкімінің позициясы қандай екен? Ол халықпен санасып отырған жоқ, шындығына келген уақытта. Мен айтайын деген мәселем, мынау бізде жер бөлу мәселесі.
мынау шаруа немесе фермер қожалығын ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатында жер учаскелерін уақытша жер пайдаланып құқығын беру жөніндегі конкурстың соған мен бір 2 гектар жерге қатысып едім. Соны аяғында бізден сол конкурсқа 6 адам түскен екен. Ал енді 6-аудың соның ішінде түскен адамға жері жоқ, малы жоқ. Бірінші ол жер беру менің түсінігім бойынша қазіргі саясат бойынша малы бар адамға беріледі жер. Сол малға жем-шөп дайындау үшін. Ал енді бізде мынау Олжас Көкей бастаған комиссия, жер комиссиясының төрағасы, оның құрамында ауыл шаруашылық басқармасы Дәребек деген мырза бар. Сосын жаңағы басқа 12 шаруа қожалықтарының мүшелерін әкеп сол жерге мүше қылып алған. Ал енді бұл комиссия осы Сарысу ауданының халқын жылатқаннан басқа әділдік жоқ. Бір адамдар, малы бар адамдар 1 гектар жер аламайды. Ал енді малы жоқ адамдар мыңдап, 2 мыңдап гектар жерді алып алған. Әділдік жоқ. Жердің қазір алайық десек ешқандай барар жер басар тауымыз жоқ. Малға мал азығын дайындау үшін соған жер жоқ бізде. Соны енді біздің мына айтып келді, мен мына өзім сол неге конкурсқа қатыстым. Сөйтіп сол жерде әділдік жоқ. Соныменен барып ауданның әкіміне кірдік. Одан кейін сол жаңағы мына жерде мына қарасаңыздар, мынау мен сол қолымда қазір менің жерде сол конкурсқа қатысқан құжаттарым қолымда тұр. Сонда маған бұл жерді мына Смайылов Еркеғали Төленович дегенге 10 сиырдан басқа түгі жоқ, соған бер жіберген. Оны сөз барысында Олжас Көкей жаңағы мына Әбдірахманов екеуі қарсы болған дейді. Ол видео неде жаңағы неге қойып қойғанда оларға сол күндер мен таңертеңгілік сағат 9-да барғанда сонда сол жерге бәрін немеге түсіреміз деген тұғын. Немене жаңағы базаға. Иә, базаға түсіреміз деген, сонда сол түсіріп қарағанда сонда мына Ұзақбек, Дәребек дегендер қалыс қалған. Ал енді Олжас Көкей ол дауыс салу барысында мен қарсы болдым дейді, бірақ онысы видеороликте онысы көрініп тұрған жоқ. Ол өзі бастап қол көтерген. Сонда бұл жерде менің айтайын деп тұрғаным, мына жердегі сыбайлас жемқорлыққа байланысты бұл жерде бұл Сарысу ауданында мына Олжас Көкей деген мырза 7 аудан әкімін айырбастады. Мына 8-ші қазір мына кім Марат Қырғызәлі 8-ші. Бұл сонда неге ауыспайды бұл? Бұл мен айттым, айналайын дедім. Сен мынау Үшаралдан алып келген айтуға тура кеп тұр. Назарбаев айтып еді кезінде. Мен немерелеріме үй салып беремей жүрім, жағдайым болмай жүр деп. Бір немен жаңа корреспондент барып журналист сұрағанда. Сондай-ақ мына Олжас Көкейлер мен мынау Ұзақбек, Дәребек деген мырзалар бұлардың Сарысу ауданының жерін сатып бітті. Оған менің дәлелім бар. Дәлелім жаңағы мына Олжас Көкейдің қазіргі мына беріп отқаны. Менің қолымда сол конкурсқа 6 адам түскенбіз, 6-аудың жаңағы 10 сиырдан басқа түгі жоқ адамға берген. Ал енді менің өзімде мысалы сол конкурсқа түскенде мен бірінші жерді тамшылатып суару мәселесін қолға дедім. Екінші, менің инвестициям көп. Қазіргі саясат бойынша кім инвестиция көп салса, сол адам жаңағы не қылу керек. Мына жерде тұр Смайылов деген мырзаға 10 сиыры бар, басқа түгі жоқ, соған жерді бер жіберген. Ал енді басқа адамдардың мына 5 адам бұларда сол үмітпен түсті ғой. Басқа адамға, мына мал көп адамдарға берсе мен ештеңе демес едім. Именно ана мал жоқ адамға беріліп отырғаны бұл оның мен жекжаттық, туысқандық мәселесін білмеймін, бірақ сыбайлас жемқорлықтың иісі осы жерден шығып тұр. Осыған құрметті облыс әкімі Нұржан Молдиярұлы, мен сізді келгенде осы облысқа әкім болып деп келгенде қуанғам мен. Сол қуанған адамның біреуімін. Сізге мен жолыққанмын осы су мәселесінде. Ал енді осы мәселені сіз қолға алып, мына командасы Марат Қырғызәлі істемейді жатыр деп айта алмаймын мен. Істепті жатыр.
Бірақ істеп жатқанда командасы бұның дұрыс емес. Өйткені барлығы жемқорлықты жайлап алған. Сол Марат Қырғызәлінің көзінше былай дейді, сыртынан баратта оны былай дейді. Өйткені мен алдында да кіргем, сол жер комиссиясына қатыстырмады. Ал енді біздің Сарысу ауданында 6,5 мың халық Байқадамда бар. Байқадамнан кейінгі Жайылма ауылдық округі. Сол Жайылма ауылдық округінің не әкімі қатыспайды, не сол жерде қоғам белсендісі біреуі қатыспайды, не бір мүше қылып алмайды. Себебі біз қарсы болады дейді, ана жердегі ұрлықтарын айтып қояды деп, сонымен бізді мына Жайылма ауылынан бір адамды да мүше қылып қатыстырмай отыр. Осы мәселені шешіп, мен анада да айтқам өзіңізге, телефонмен де айтқам, кім Нұржан Молдиярұлы. Бізде мына Сарысу ауданының перетрубация жасап, әкімінің орындаушыларын сол мына аппаратта өзгерту керек. Осыны өзгертпесеңіз, онда бұлардың бәрін түгел отставкаға жіберуіңіз керек. Мына халықтың тілегін орындағыңыз келсе. Ал енді мен сізге әлде болса мүмкін жолығармыз, бірақ біздің тілегіміз, халықтың тілегі осы мына жемқорлықты жайлаған мәселені шешіңіз. Болмаса біз жоғары жаққа президенттің сайтына, басқа неге мына жемқорлыққа қарсы агенттікке, болмаса прокуратураға жазып атсақ, мен жасым 80-ге келіп қалды, енді мен арыз жазып неғып атқанымда бір жағы дұрыс емес болар, бірақ шындыққа ең құрмаса мен сөзімді айтып жүремін. Ең құрмаса 70% шындық болсыншы, ар жағы 30% өтірік бола берсін. Ал енді сонда ғана әділдік болады. Мына қарайған халық біздің Сарысу ауданында статистика бойынша 50 мың халық тұрады. 50 мың халықтың 10 мыңы қызмет істеді дегенде де, жаңа мемлекеттік жұмыста істеді дегенде 40 мың халық осы малмен отыр ғой. Бізге малға жер керек, су керек. Екінші мәселе мынау таластың суы. Таластың суы өзіңіз білесіз. Сонда сіз облыс әкімінің орынбасары болып жүргенде кездестік. Сонда барып, сол мынау Үшарал менен Кеңестің екеуіне шлюз қою керек дағы, соны мына Талас шу бассейнінің адамдары қадағалау керек. Олар ешқандай шара қолданған жоқ, оны өзіңіз жақсы білесіздер. Ал шара қолданбағаннан кейін олар бетімен кетіп суды атпен баратта жығады. Сол өзіңіз көрсеткен 6 куб судың 1 кубы да Сарысу ауданына келген жоқ. Осы мәселені ескеруіңізді өтінеміз. Үшінші мәселе мына Шабақтың суы. Шабақтың суын мына бізге мына заңы, экологияның заңы бойынша Шабақтың суы Шабақтыда 1 куб су жату керек. Бізге қазір шорт байлап тастады. Барып адам жіберсеңіз болады, көресіз. Сол 1 куб су да жоқ. Өйткені мына Байқадам коммунардың малы, мына құдықтарының суы су болмағаннан кейін бұзылады, ашиды, одан кейін оны ішкен малда адамда шығын болады. Осы мәселені ескеруіңізді сұраймыз. Одан кейінгі мәселе мына бізде ауыз су мәселесі Жайылма ауылында. Ақша бөлінген екен осыдан 1 жыл бұрын Жақсылықтың кезінде. Бірақ ол ақша 30 мыңға тарта ақша, 30 миллионға тарта ақша, бірақ оны қайтып алып қойған. Оны тиісті құжаттары бар, тексеріп сұрасаңыз айтады өздері. Ал енді халыққа бізге мына жерде жаңағы 4,5 мың халық бар дедім ғой. Осы 4,5 мың халыққа жарты сағат су ішеді. Ал енді шетіне насоспен айдағанда жарты сағаттағы су шетіне келмей жетпей қалады. Бұны бізге кемінде бір 4 сағат, 5 сағатқа беруді, соны біз халық сізден сұранады. Сондықтан осы аудан басшысы болсын, облыс басшысы болсын, қазіргі мәселе конституциялық адамның құқын сақтау үшін сол қазіргі мынау су мәселесі. Менің өзіме мал дәрігерімін, жоғарғы білімді. Адамның болсын, малдың болсын 82% судан тұрады. Ал енді әр жағындағы 17-18% жаңағы химиялық Менделеевтің таблицасындағы элементтерден тұрады. Ал енді соған байланысты сол суды 80% организм, тірі организм судан тұрғанда бізде жарты сағат су бергенде сонымен біз қалай болады бұл? Біздің суымыздың бәрі, құдықтың бәрі ашып кеткен. Осы мәселені ескерулеріңізді сұраймыз. Мен біреудің сыртынан қайбат айтып тұрғам жоқ, қолымда бәрінде документ бар, осы документ бойынша айтып тұрып өзімнің қатысқандығым туралы, басқа жерде жұмысым жоқ. Әділдік жоқ. Мына Олжас Көкей осыдан жаңағы әр әкімділік 600 мыңнан ақша жинап,
3 миллион 600 мың ақша жиналған. Одан да нәтиже жоқ. Қазір бер жағы Сарысуға келетін жолдың бәрі құмы бітеліп қалған, аршылмаған. Ол енді биыл тағы да болса үміттеніп отырмыз. Сіз облысқа басшы болғаннан кейін бірдеңе жасар деп. Әлде болса үмітімізді, халықтың үмітін ақтауыңызды талап етеміз, сұранамыз сізден. Біздің елімізде үлкен халықтың арасында мемлекет тарапынан қозғалыс жүріп жатыр. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен жаңа Қазақстан, жаңарған Қазақстан құрамыз деп халық жұмыла кірісіп еңбек етіп жатыр. Сол бағдарламаның ішінде Ақбұлақ бағдарламасы бар бізде қазір. Ауылдық елді мекендерді ауыз сумен қамту жөнінде. Біздің ауданда 18 ауыл ауыз су бағдарламасы аясында қамтылған. Енді қазір 8 ауылда осы ауыз су бағдарламасы шешімін таппай жүр. 1921 жылы аудан әкімі болған Бақытжан Жақсылық мырзаның кезінде 3 жылға график жасалып, жоспардан бекітілген болатын. Әр ауылға қаражаттар қарастырылып. Мына біз тұрған парк, орталық Саудагенттегі орталық парк. Халықтың, елдің, балалардың демалатын жері. Жұмыс аяғын демалыс күндері, мереке күндері осыған 30 миллион үстінде қаражат бөлінген деп естігенбіз. Бірақ сол қаражат осы күнге шейін қайда кеткенін біз білмейміз. Біреулер елдің айтуы бойынша Жамбылға, облысқа қайтарылған дейді. Ол неге қайтарылады? Неге мына паркке жұмсалмайды? Мына парктың іші қазір тозған. Былай қарасаңыз қараусызғанда сияқты. Су кеп атқан жоқ, талдардың айналасында міне. Гүлзарлар да жоқ, ешқандай жұмыс істелмегені көзге көрініп тұр. Сонымен қатар жаңағы Ақбұлақ бағдарламасы аясында біздің Саудакентке 90 миллион үстінде ақша, Жайылмаға 28 миллион үстінде, Қамқалыға 8 миллион үстінде, Шығанаққа 13 миллион үстінде қарастырылған, жалпы сомасы 141 миллион теңге ақша. Осы 21 жылғы сессияда бекітілген қаражатты кері қайтарған аудан әкімдігі мәслихаттардың жиналысында. Соның салдарынан жоғарыда аталған ауылдардың ауыз су мәселесі күні бүгінге дейін шешімін таппай келеді. Аудан әкімдігінің сылтауы жылда келесі жылы шешемін деп жылдан жылға лақтыруда. Ал адамның өмір сүруіне ауамен қатар нам мен су екенін ескерсек, ауыз су ол ең бірінші стратегиялық қажетті адамның нәрі емес пе? Ауыз су мәселесін президентіміз Тоқаевта күрделілігін атап өтті. 25 жылға дейін елді мекендер 100% ауыз сумен қамтамасыз етуін тапсырған жоқ па? Ал біздің Жамбыл облысы Сарысу ауданында ауыз су мәселесі әлі немқұрайды қаралып, өз шешімін таппай келе жатыр. Бұл ауыз су бағдарламасы халықтың ең өзекті, ең жанды жері. Ауа қалай қажет болса, нан қалай қажет болса, су да сондай қажет. Сондықтан менің сұранатыным аудан әкімдік басшылығынан мына белгіленген, қарастырылған қаржыларды кері қайтарып, халықтың игілігіне жұмсау керек. Бұл біздің халқымыздың, ауданымыздың көрсеткіші емес па? Бұдан біз абыройлы боламыз ғой қайта. Болатын проблеманы жасырмау керек халықтың арасындағы. Кезекті өзекті мәселенің бәрін айту керек. Қазіргі Тоқаев президентіміздің тапсырмасы осы. Еш нәрсе жасырын болмау керек, ашық айтылу керек. Өзекті мәселелер қолға алынып, жұмыс істелу керек. Мен соны айтуымды қажет деп санаймын. Сондықтан облыс басшылығы кері кеткен ақшаларды кері қайтарып, ауданның игілігіне жұмсаса нұр үстіне нұр болар еді.